Кәсіпкерлікке бет бұрып, бизнесін бастау үшін жастарға зор мүмкіндік туып тұр. Елімізде 2023 жылдың қаңтарынан бастап жастарға арналған жеңілдетілген микронесие берудің жаңа тетігі енгізілетін болады. Жастар санатына жасатын жас мөлшерінің ұлғайтылуына байланысты шағын несие рәсімдеуге 21-ден 35 жасқа дейінгі азаматтар өтініш бере алады. Несие алуға рұқсат алғандар қолайлы шарттарға ие болмақ. 5 миллион теңгеге дейінгі несиенің жылдық сыйақы мөлшерлемесі 2,5%-дан аспайды. Бұл өте тиімді шарт болмақ. Қарыз 5 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Жалпы 2023 жылға арналған республикалық бюджетте жастарға шағын несие беру үшін 228 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Бұл 5,5 мыңнан астам жастарға жеңілдетілген микронесие алуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде жастардың бизнес бастап ісін ілгерілетуіне жол ашса, екіншіден жұмыссыздық мәселесін шешуге де септігін тигізбек. Ауыл шаруашылығы мақсаттарына, яғни ірі қара мал немесе жылқы асырауға ден қойғандар болса, ол 7 жылға дейінгі мөлшерлемемен беріледі. Бастапқы 1,5 жылы бұл каникулды кезең, яғни бұл кезеңде шағын несие алуға жастар өзінің ай сайынғы төлейтін жарнасын төлеуден босатылады. Бұл жастар үшін өз кәсібін дамытып кету үшін үлкен мүмкіндік болмақ.